Ақылың жоқ болса, байлық та, бақыт та баянсыз. Ерте заманда байлық, бақыт, ақыл үшеуі бас қосады. Олар өзара өткен-кеткен әңгімелерді айтысады. Сөз кезегінде үшеуі адам баласына тигізетін пайдасы жайында таласып қалады. Алдымен байлық сөз алып: менің арқамда ғана адам баласының төрттілігі сай, үйі дүние мүлікке бай, ішім жемі мол болады, сондықтан маған теңгелер ештеңе жоқ, деп кеудесін қағады. Сонда бақыт былай дейді: мен бақпын, кімнің басына қонсам соның атақ даңқын шығарамын, мансабын аспанға көтеремін, ақ дегені дөкей етемін алғыс, қара дегені қарғыс дөкей етемін, қарсы келген дұшпанды жер етемін. О достарым, мен сендердің таластарыңа қосылмаймын, үшеуміз тең тудық, бірақ мен бірер жейдені сендерден бұрын тоздырдым. Айтыстарың көңіліме қонбайды, мен ақылмын, сондықтан бекер даурығып, менсіп сөйлегенді жақтырмаймын. Үшеуміз де адам баласына қажетпіз. Көңілдеріңе келсе де айтайын, екеуің де маған бағыныштысыңдар. Адам баласы менсіз өмір сүре алмайды. Келіспесеңдер данышпанға жүгінейік, төрелігін сол айтсын, дейді ақыл сабырлы түрде. Сөйтіп үшеуі данышпанға келеді. Үшеуінің таласын тыңдап алған данышпан: өмірдің өзі сабақ, байлық бір жұттық, бақыт баянсыз. Ақыл бар жерде ғана байлық та, бақыт та, бірлік те, тірлік те, ынтымақ та түгел. Ақылмен бәрін ойдағыдай басқаруға, атқаруға, тындыруға болады. Ақылдың еңбек деген сүйеніші, тіреуіші, тұтқасы бар. Оның алмайтын қамалы, қолы жетпейтін ризығы жоқ. Сондықтан ақылды болып еңбек ете білген адам баласы байлыққа да, бақытқа да кенеліп, мәнді де, сәнді өмір сүре алады деген екен. Иә, өмірінің мәнді де, сәнді, бақытты болуын қаламайтын адам жоқ. Менің ойымша, бұл әлемдегі әрбір адамзат бақытты ғұмыр кешуге, өмірден ләззат алуға құқылы. Саналы ғұмырында артына өркен жаяр, үлгілі, тәрбиелі ұрпақ қалдырып, өзін өзгелерден жоғары санамай, кең пейілімен, айналасына жақсылықтан жұпар шашып жүретін адамдар болады. Байлығына мастанып, айналасындағыларға менсінбей қарап, байыса ағайындарын да көзге ілмей, асқақтап кететін адамдар да бар. Бақ тауып қонса есейтеді, ауып қонса есіртеді. Байлық қуып соңына түссең, бақытты басы қисаяды, дейді халқымыз. Бүгін бар дүние, ертең жоқ. Ілгерілеу, алға ұмтылу, өзіңді жетілдіру арқылы бақыт сатысына көтерілуге жол ашылады. Бақытты бағалап, адал ұстау адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Өмірден рахат ала білейік. Дамен Алтаева.